Транзиттік әлеует, заңнамалық реформалар, еуразиялық интеграция, экономикалық өсім және табиғи ресурстар. Міне, осындай факторлармен Қазақстан экономикасы ерекше. Сондықтан қаржы институттарының қолдауымен жұмыс жасайтын әлеуетті инвесторлардың қызығушылығы жоғары. Олардың қатарында Бәйтерек холдингінің құрамына кіретін Қазақстанның даму банкі де бар. Қазақстанның даму банкі заманауи технологиялар мен жабдықтарды қолдана отырып, экономиканың шикізаттық емес секторын дамытуға басымдық береді. Сондай-ақ жасыл энергетика саласындағы бастамаларды жүзеге асыруға айрықша көңіл бөледі. 2019 жылы Қазақстанның даму банкінің қолдауымен машина жасау, баламалы энергетика және металлургия сияқты салаларда Қазақстан экономикасы үшін аса маңызды жобалар іске қосылды. Әлемдік металлургияда ферроқорытпаларға сұраныс күн санап артуда. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, технологиялық түрде болатты ферроқорытпалармен қорыту таза металды қолданғанға қарағанда арзанырақ. Екіншіден, алынған темір қорытпалары төменгі температурада балқиды. Осылайша қоспалау процесі де жеңілдейді. YDD Corporation Қазақстанның даму банкі қаржыландырған ферроцилиций өндірісінің зауыты. Ол Қазақстанның орталығында Қарағандыда орналасқан. В Казахстане самый лучший инвестиционный климат. Мен Қазақстанда ең жақсы инвестициялық климат қалыптасқан деп сеніммен айта аламын. Оған осындай үлкен бірегей әрі заманауи зауытты 1 жыл 11 айдың ішінде салып шығуымыз дәлел. И 11 месяцев. Қарағандыдағы ферроқорытпа зауыты бүгінгі күні елдегі ең тиімді өндірістердің бірі саналады. Уникальность технологии в том, что эта печь самая большая. Технологияның бірегейлігі пештің ауқымдылығына байланысты. Оның қуаттылығы сағатына 85,8 мегаватт. Пеш Қарағанды облысының көмір және кварцит шахталарына арнап жасалған. Кокстың орнына көмірді пайдалану мүмкіндігіне қол жеткізу үшін пешке көптеген жаңашылдықтар енгізілген. Сондай-ақ ферроцилицийді өзіндік құнына өте арзан бағамен өндіру мақсатында бірнеше қосалқы бөлшектер қосылған. Очень низкую себестоимость производить ферроцилиций 75. Зауыттың негізгі өнімі болып табылатын ферроцилиций өндірістік баламасы жоқ. Темір мен кремнийдің ерекше қоспасы. Оның әлемдік өндірістегі 65%-дан астамы электротехникалық, рессорлы серіппелі, коррозиялық және ыстыққа төзімді болатты балқыту үшін қолданылады. Важно отметить, что для производства... Атап өтерлік жайт, біз өнімдерімізді өндіру үшін 100% қазақстандық шикізатты пайдаланамыз. Олар кварцит, көмір, металл жаңқалары және тағы да басқалары. Тау-кен металлургиялық кешеніне тән түтін, газ, шаң-тозан дегендерді мұнда сезінбейсіз. Себебі оның ауадағы мөлшері өте төмен, яғни экологиялық талаптарға сәйкес келеді. Газы, которые выделяются из печи, Бізде пештен шығатын газ 100% қайта өңделеді. Нәтижесінде біз кремний түтінінен дайын өнім аламыз. Одан кейін оны тағы бір тауардың түрі ретінде Қазақстан мен шетелдік нарықтарға шығарамыз. Будем реализовывать также на рынках Казахстана и за рубежом. YDD корпорациясының өнімдерін сатып алуға тек қазақстандық компаниялар ғана емес, сонымен қатар әлемдегі осы саланың ірі ойыншылары да қызығушылық танытуда. Продукция нашей компании является 100%. Компаниямыздың өнімдері 100% экспортқа бағытталған. Біз өз тауарларымызды Оңтүстік Шығыс Азия, Европа, Түркия, ақш, Ресей және тағы басқа да елдердің нарықтарына шығарып сатамыз. Бұл біздің компанияның өнімдері ферроцилицийдің әлемдік тұтынушыларының барлық жоғары талаптарына сай келетініне дәлел. Бүгінгі таңда 3 балқыту пеші зауыттың жобалық қуаттылығын жылына 180 мың тоннаға жеткізіп отыр. Алайда бұл соңғы меже емес. 4-ші пешті салу жоспарда. Ал ол іске қосылғанда өнім көлемі жылына 240 мың тоннаға дейін артады. Шымкент қаласы. Индустриалды аймақ. Азия Трафо кернеу класы. 110, 220 және 500 киловольттық трансформаторлық құрылғыларды жасайтын орталық Азиядағы ең ірі зауыт. Жылына 121 өнім шығарады. Жобаны жүзеге асыруға отандық энергетика саласындағы трансформаторларға деген сұраныстың жоғары болуы себеп. Мы изучали рынок, анализировали рынок. Біз нарықты зерттеп талдау жүргіздік. Нәтижесінде Қазақстанның жоғары кернеулі трансформаторларды Қытай, Украина, Ресей кәсіпорындарынан импорттайтынын анықтадық. Украина и заводят с России. Сондай қымбат электрақұрылғыларды
елімізде жасау мүмкіндігі болса, импортқа тәуелділіктің қандай қажеттілігі бар? Оның үстіне қазақстандық өнімнің де сапасы жоғары. Кәсіпорынды құру жоспары 10 жылға созылды. Ақыр соңында Қазақстанның даму банкінің инвестициялық қолдауымен жоба жүзеге асты. Небәрі 2 жылдың ішінде ерекше кәсіпорын салынды. В мире такие заводы обычно... Әлемдік тәжірибе бойынша мұндай зауытты салуға 3 жылдай уақыт кетеді. Қазіргі таңда біз қазақстандық сұраныстың 90%-ын қамтамасыз етіп отырмыз. Завод обеспечен заказами. Зауыттың тапсырысы жеткілікті. Кегок акционерлік қоғаммен офтейк келісімшарт жасалған. Соған сәйкес кернеу класы 500 киловольттық тұйықтағыш реактормен қамтамасыз етеміз. Біздің өнімдеріміздің негізгі нарықтары электр желілік компаниялар, мұнай, газ, теміржол және металлургия саласы. Алдағы уақытта өнімнің 50%-ын экспорттауды жоспарлап отырмыз. Яғни Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан сынды іргелес мемлекеттерге шығару мақсаты тұр. Азия трафо өнімдерінің ерекшелігі бағасы мен сапасының лайықты болуы. Ал оған өндіріске озық әрі экологиялық таза технологияларды енгізу арқылы қол жетіп отыр. При расчетах и разработке Трансформаторларды есептеу мен жетілдіру кезінде біз соңғы үлгідегі бағдарламалық жасақтаманы қолданамыз. Ал ол сараптама жасап, есептеулерден жоғары нәтиже шығарып, трансформатордың тиімді үлгісін жасауға мүмкіндік береді. Азия трафо автоматтандырылған өндірістің жарқын мысалы. Мұнда соңғы үлгідегі заманауи басқару жүйесі орнатылған. Ол жобалық құжаттарды әзірлеуден бастап, өндірілген өнімді жөнелту мен техникалық қызмет көрсетуге дейінгі жұмыстарды жеделдетеді әрі жеңілдетеді. 2018 жылы Қазақстанда электр энергиясын тұтыну көлемі рекордтық деңгейге жетті. Сағатына 100 миллиард киловаттан асты. Жыл санап артып жатқан энергияға деген сұранысты шешу үшін Түркістан облысында жасыл энергетиканы белсенді түрде дамытуда. Бұл аймақ өзінің климатымен ерекше. Бұлтты күндері өте аз. Орташа есеппен жылына 330 күн бойы күн шуақты болады. Ал мұндай ауа райы күн электр станцияларын орнатуға өте қолайлы. Преимущество такого типа проекта является... Бұл жобаның артықшылығы оның экологиялық тазалығында. Сондықтан мұндай жобаны ештеңе өспейтін, ластанған жерде жүзеге асыруға болады. Ал Қазақстанда ондай аймақтар аз емес. Міне, сол аймақтар үшін бұл балама. Такие территории немало в Казахстане. И это альтернатива для таких участков. Жылға күн электр станциясы 41 мың шаршы метр аумақты алып жатыр. Онда 10 инвертор мен трансформатор, 10 үлестіруші қондырғы және 77 мың фотоэлектрлік модуль орнатылған. Мұндай модульдердің әрқайсысы 280 ватт электр қуатын өндіреді. Сондай-ақ ол тап осы электр станциясына арналып, қазақстандық кремнийден жасалғандығымен ерекше. Нысан құрылысының 70%-ын Қазақстанның даму банкі қаржыландырған. Осыған дейін күн электр станциясының бірде-біреуі темір жолдың таратқыш қосалқы станциясына қосылмаған еді. Бұл әлемдегі алғашқы жағдай. Байланыстың күрделілігі фазалар санының айырмашылығында 3 және 1. Қазір темір жолдың шамамен 50 шақырымдай бөлігі күн электр станциясынан алынған электр энергиясымен қамтамасыз етілуде. Бір пойыздың шығыны 8-10 мегаватты құрайды. Сондай-ақ жасыл энергия жақын маңдағы Сарыағаш ауданына қарасты елді мекендердің қажеттіліктерін өтеуде. Атап айтқанда, Жылға, Дарбаза және Шеңгелді ауылдарының жобаның жылдық қуаттылығы 34 мың мегаватт. В Казахстан адекватно и очень грамотно сделано законодательство. Қазақстан заңнамаларында инвесторлар үшін өте қолайлы жағдайлар қарастырылған. Сонымен қатар Қазақстанда ресурс та жеткілікті. Инвесторлармен жұмыс істей алатын білікті адамдарда баршылық. Инвесторларға бұдан артық не керек? Что нужно больше инвесторам? Қазақстанның даму банкі қолдау көрсететін жобалар көп жағдайда импорттық жабдықтарды сатып алуды, қолданыстағы өндірісті кеңейтуде немесе жаңа өндіріс орындарын құруды қажет етеді. Бұл біздің елімізде шығарылатын өнімдерге сыртқы нарықтардың сенімін арттырады. Ал оның нәтижесінде жаңа жұмыс орындары ашылады, жаңа мамандықтар пайда болады, тиісінше халықтың табысы артады. Осылайша Қазақстанның кемел келешекке керуен тартуына, яғни экономиканың табысты дамуына негіз қаланады.